Сәлеметсіздер ме? Менің аты Жаным, Абай Бақчан. Мен Павлодар қаласы номер 33 жалпы орта білім беру мектебінің 8 сынып оқушысымын. Менің бүгін шығармашылық жобамның тақырыбы Қазақстанның табиғи туризмінің дамыту ошақтары, номинация Қазақстанның 7 кереметі. Мен Қазақстандағы табиғи туризмнің дамыту ошақтарымен таныстырамын. Мақсаты еліміздің игілігі болып табылатын Қазақстанның аз танымал көрнекті жерлері туралы ақпарат беру. Тақырыптың өзектілігі біртұтас тәрбие бағдарлама аясында патриоттық сезімді, өз отанына деген мақтаныш сезімін тәрбиелеуге көп көңіл бөлінуде. Мақсатқа жету әдістері: интернет ресурстары бойынша тарих мәдениетін объектілерін танысу, ғылыми әдебиеттермен жұмыс, Қазақстанның 7 керемет картасын жасау. Қазақстанның 7 кереметі: Бектау ата шатқалы, Шайтанкөл, Бозжыра шатқалы, Шарын шатқалы, Қайыңдыкөл, Әнші бархан, Езовой көлі. Бозжыра шатқалы Қазақстанның ең әдемі жерлерінің бірі. Ол әртүрлі көлемде және пішіндегі тау жыныстарының тұтас шоғыры болып танылады. Маңғышлақ түбінде орналасқан. Шайтанкөл, Қарағанды облысы, Қарақал қаласының оңтүстік-батысқа қарай 5 шақырым жерде Бұғылы тауында орналасқан. Көлдің тау ұшар басында, теңіз деңгейінен 1100 метр биіктікте. Көлдің ұзындығы 60 және ені 40 болса, тереңдігі жайлы мәліметтер жоқтың қасы. Көлдің ғылыми, тарихи, туристік маңызы зор. Бүгінгі күнде жылдың әр мезгілінде, әсіресе жаз айларында, шет мемлекеттерде еліміздің әр түкпірінен саяхатшылар, туристер, зерттеушілер көп келеді. Бектау ата Балқаш қаласында солтүстікке қарай шамамен 70 шақырым жерде орналасқан. Табиғаты ерекше ғажайып орын. Бұл Балқаш маңында гранитті таулы аймақ. Ол жерде шатқалы деп атайды. Шынымен де бұл жердің микроклимат даладан бөлек және Плутон деп аталады. Геологтардың сөзінше атылмаған жанартау. Қайыңды, Алматы облысы, сел көшкіні жылжыған нәтижесінде бір ғасырдан астам бұрын пайда болған көл. Алматыда шығысқа қарай 280 шақырым жерде қарағайлы мен жапырақты ормандардан жабылған Көңгей алатауында орналасқан. Шарын шатқалы ең ірі экзотикалық орындардың бірі. Шарын ұлттық парк аумағында орналасқан шатқал және көне заман көріністерін қаз қалпында сақтап қалатындай әсер қалдырады. Шарын шатқалы Алматы қаласы 193 шақырым қашықтықтағы Алматы облысының Еңбекші қазақ, Райымбек және Ұйғыр аудандарының аумағындағы Шарын өзенінің аңғары бойлай оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай 154 шақырымдық алқап созылады. Езовой көлі Шығыс Қазақстанның облысы, Қатон-Қарағай әкімшілік ауданы, Қара-Айрақ ауылының солтүстікте 12 км қашықтықта орналасқан. Мұзтауға барар жолдың оңтүстік-батысында орналасқан тамаша көл. Әнші бархан табиғаттың қайталанбас ғажайыбы болып табылады. Құмды даланың кереметі сонда, құрғақ ауа райы құмдар орган әуеніне ұқсас дыбыстар шығарады. Әнші бархан ұмытылмас әсер қалдырады. Оның гуілі мен дірілі беткей арқылы ағытылған сылдырлардан пайда болады. Құрғақ құмдар бір-біріне үйкесуі арқасында олар құрғақ ауадан электрленіп діріл тудырады. Ал жаңғырықтың қолайлы жағдайларында үлкен күшті дыбыстық толқындарын жасайды. Бұл шалғылдың діріліне алып келеді. Қорытындылай келе, Қазақстанның туризм аймақтарын дамыту, экономиканы нығайту, халықтың әл-ауқатын жақсарту және де тарихымыздың мәдени мұрасын сақтау үшін маңызды.